Шымкентте бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы бойынша гранттық байқаудың іріктеу кезеңі өтті. Бұл инновациялық жобалар үшін 5 миллион теңгеге дейін грант ұтып алуға мүмкіндік беретін жоба. Биылғы комиссияға қалалық мәслихат депутаты әрі кәсіпкер Айжан Наимбекова төрағалық етті. 468 адам қатысып отырса, соның бір 20-30% дұрыс бизнес-планмен келіп отыр. Қалғандардың бәрі примерно бірдей бизнес-пландары бар. Допустим, грубо говоря, открытие компьютерных клубов, открытие жаңағы учебных центров, нан шығару, сондай сияқты, да. Соны біз бәрін өте жақсы, тщательно әрқайсымыз сұрақ беріп қарап жатырмыз. Осының алдында ол кісі істеген бе жұмыс, хотя бы нан сатам десе, былай примерно айтамын да, нанға маған оборудование керек дейді да. Апа, үйіңізде әсер пешіңіз бар ма? Бар. Сіз үйіңізде хотя бы 20 нан істеп сатып көрдіңіз ба дейміз да? Жоқ, сатып көрдім, қазір құдай қаласа аламын да, сосын сразу үлкен қылып сатамын. Ну, олай болмайды ғой, адам деген сәл көру керек, өте ме наны, өтпей ме деген сияқты. Соның бәрін қарап біз не қылып жатырмыз. Ол біріншіден, екіншіден, мынау қалада енді әр осындай комиссияда болған кезде көп әртүрлі әңгімелер болады да. Жаңағы осынша төлесең былай алынады, там бизнес-планға мынандай ақша төлеу керек деп. Я открыто заявляю и говорю, что все проходит прозрачно. Ешкімге ешқандай ақша бермеңіздер. Адалдықпен аласыздар. Былтыр мен осы комиссияда отырған кезінде 4 адамға грант бердім. Бүгінге дейін мен сол 4 адамның бәрінің несін тексеріп келдім. Сол 4 кісі бір жылдың ішінде 21 миллион салық салған үшін 9 орын ашқан да. Біз 20 миллион грант бергенбіз. Соған мен айтып отқаным сіздерге, шын ниетпен келіп, мен бизнесмен боламын, инновациясы бар адамдар келсе, жаңағы осал топтан шыққанда, осал топ неден олар действительно ары қарай жұмысты алып кететін адам болса, біз береміз оны. Ал енді әшейін беріп жатқан ақша ғой деп келіп алатындарға жол жоқ. Комиссия білім саласының мамандарынан, кәсіпкерлерден, мәслихат депутаттарына және өзге де аталған салаға қатысты мекеме қызметкерлерінен жасақталған. Бағдарлама әлеуметтік осал топтағы азаматтардың кәсібін бастап, нәсібін көруіне үлкен мүмкіндік беріп отыр дейді комиссия мүшесі. Комиссияда адалдық алаңынан, білім саласынан, өзімізде әкімшіліктен барлық комиссия мүшелері толық отыр. Әлеуметтік топқа жататын, яғни шын мәнісінде отбасын асырап, отбасымен қоса кейбір көршілеріне жұмыспен қамтамасыз етіп жатқан, яғни өскісі келіп жатқан әлеуметтік топтағы жататындар шын мәнісінде бізден қазір енді қолдау көрсетілуде. Бүгінгі іріктеуге келген Жақыпбек Сүттібай балық аулауда қолданылатын арнайы жемді өндіру бойынша бизнес жоспар дайындап комиссия мүшелеріне ұсынуға келген. Айтуынша Шымкент қаласында мұндай өнімді ешкім өндірмейді, ал дүкендегі баға тым жоғары. Сондықтан бастаманың жемісті боларына сенімді. Бізде Қазақстанда дайын клиенттер бар, өздері бұл заттар алғысы келіп отыр, тек өндірісті қолға алсақ болғаны. Және де бұл компанияның біздің артықшылығымыз, осыған дейін біздің опытымыз бар, тәжірибеміз бар. Ол тәжірибенің арқасында біз Қазақстанда компаниямыз кезінде біз 500 мың теңгемен мемлекеттік еңбек бағдарламасын бастағанбыз. Қазақстанда сол компания 500 мың теңге бастаған компания үлкен 4 адам жұмысқа қамтып отқан компанияға айналып отыр. Сонымен қатар ол компанияда Қазақстанда біз өз қаражат алып, Қазақстанда біз тек Шымкент қаласы емес, басқа да қалаларға өнімдер жөнелтіп жатырмыз.